Әкімшіліктің алдынан түсірем деп едіңіз ғой. Таппай тұр. Тұр ғой міне. Мынау ма? Жақсы, жолыңыз болсын. Ал Еркебұлан, өзің армандаған ауылға келдің. Енді өзіңді дәлелде. Ауылдағылар қалаға қашып жатқанда, қаладан ауылға келгеніңе таңғалып отырмын. Несіне таңғаласыз? Мен армандап келдім. Ауыл қазақтың қара шаңырағы. Бәріміз қалада болсақ, ауылда кім көркейтеді? Оның рас. Бұрын ауылда болып па едің? Бұрын болмағам. Туыстарым да жоқ. Қолымыздан келгенде аямаймыз. Жағдайды жасадық. Сені мектеп директор күтіп отыр. Жарайды онда. Жұмыс уақыты аяқталмай тұрғанда мен мектепке барайын. Рахмет сізге. Біздің ауылға қош келдің. Болатбек Ерланұлы, қазақ тілі пәнінің орны бос қой. Сіңлім жұмыссыз жүр. Мүмкін соны алсақ. Жауапкершілігі жақсы, білімі керемет, колледжді 5-ке бітірген кезінде. Жанар Қарабай қызы, мен қайталап айтам, ол орын бос емес. Қаладан жолдауымен жас мұғалім келе жатыр. Түсінесіз бе? Енді ол бөтен ғой. Жас болса тіпті жаман. Қазіргі жастар оқымайды, білімсіз. Одан да осы ауылдың қызы еңбек етсін. Сіз оны танисыз дегендей. Сөз ұқпайтын адам екенсіз. Сонда мен жас маманды қайда орналастырам? Енді ол үйренгенше мәдени шаралардың ұйымдастырушысы болсын. Өзіміз кезінде бірде мұғалім болған жоқпыз ғой. Иә, тыңдап тұрмын. Базарбай Асқарұлы, саламатсыз ба? Жарайды, мен осындамын, ешқайда кетпеймін. Ол келді ме? Түсіндім, жақсы, сау болыңыз. Жанар Қарабай қызы, бұл әңгімеге осымен нүкте қояйық. Неге? Ол осында. Жастарға мүмкіндік беруіміз керек. Ал сіздің сіңіліңізге колледждің білімі аздық етеді. Одан да жоғары оқуға дайындалсын. Қазіргі жастар сізбен біз емес, жаңалықты талап етеді. Солай, сіз одан да уақытты алмай қонағымызды күтіп алыңыз. Сіз бе жаңадан келген мұғалім? Иә, мен сәлеметсіз бе? Кіріңіз, директор күтіп отыр. Қаладан келген мұғалім. Көремізден кейін. Болатбек Ерланұлы, қажетті құжаттар міне, көріп шықсаңыз болады. Дипломмен ауылға келіпсің, Еркебұлан. Енді осы алған біліміңді балалардың бойына сіңірсең, міне, нағыз ұстаз бақыты деген осы. Әрине, Болатбек Ерланұлы. Мен ауыл өмірі қатты қызықтырады. Сондықтан қолымнан келген аянып қалмаймын. Маған сеніңіз. Жарайды, солай ақ болсын. Ертеңнен бастап жұмысқа кіріс. Мына құжаттарды қалдыр. Айтпақшы ұмытып барам. Жұмысқа алу туралы өтінішіңді жаз. Сосын ертең сағат 8-де осында бол. Мұғалімдер жиналыс өтеді. Кешіккенді жек көрем, ұйықтап қалма. Студент кезімде ұйқымды әбден қандырып алғам. Қам жемеңіз. Бұл үйдің кілті. Уақытша осы үйді паналай тұр. Қалған тағы көре жатармыз. Бұл мен. Көлікті дайындаңдар. Қаладан келген мұғалімді үйіне жеткіз. Алыс жолдан келді, демалсын. Ас суын дайындаңдар.
мәссаған, мен осында тұрам ба не? Алло, мама, қалайсыз? Менде бәрі жақсы, иә, аман есен жеттім. Енді алаңдамаңыз, күндіз аққа жұмыстармен жүріп, мүлдем қолым босамады. Айтпақшы құттықтап қойсаңыз болады. Мен мұғаліммін, ауылдың. Жарайды, бетіңізден сүйдім. Құрметті ұстаздар, оқу жылы басталғаны қашан? Еш қайсыңыз жоспар бойынша жұмыс жасап жатқан жоқсыздар. Тек қағаз жүзінде. Өтірік есеп жасағанды тоқтатайық. Ашық сабақ саны өте аз. Басқа мектептерден оқу, өнер жағынан артта қалып келеміз. Осы мәселені аз уақыттың ішінде бірлесе шешейік. Тағы бір жаңалық. Бізге жаңадан мұғалім келді. Қазақ тілі мен әдебиет сабағының ұстазы. Өзі жас, өзі білімді. Есімі Еркебұлан. Қаланың жігіті. Біздің мектепке сабақ беру үшін дипломмен ауылға жобасымен келіп отыр. Осы біздің ұжым. Қолына не келетінін уақыт көрсетер. Дипломын көрдік, білімінде байқармыз. Жас мұғалімді шектен тыс еркелете бермейік. Сөзді доғар. Боссыңдар. Саламатсыздар ма оқушылар? Отырыңыздар. Менің есімім Еркебұлан. Бүгіннен бастап мен сіздерге сабақ берем. Ал сіздермен сабақ барысында таныса жатар. Өткен аптада үйге қандай тапсырма берілді? Кәне, кім айтады? Жалғас, Иә, көрдік. Өнерлі екенсің. Үй тапсырмасын орындадың ба? жаңадан келген мұғалімге сабақ айтуға дайын емеспін. Жаңадан келген мұғалім дейсің бе? Онда былай болсын. Мұны 5000 теңге. Ана кітаптың кез келген жерінен маған бір сұрақ қоясың. Мен дұрыс жауап бере алмасам, мынау сенікі және менің сабағыма қатыспасаң да болады. Өз еркің. Егер мен қойған бір сұраққа сен дұрыс жауап бере алмасаң, 5000 теңге өзімде қалады. Және менің айтқанымды тыңдайсың. Келістік пе? Келістік. Мен дайынмын. Сұрақ мынандай. Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан деген сөзде қанша және қандай буын бар? 13 буынды сөз. 6 ашық буын, 7 бітеу буын бар. Дұрыс па? Қателескен жоқсыз. Кезек менікі. Қазақ тілінде қанша септік бар? Атап берші. Шығыс, кіріс, батыс, сосын білмеймін. Асылбек, білімді үйренуге асығады. Білімсіз келе-келуге асығады. Отыра ғой. Ал оқушылар үй тапсырмасын орындағандарды мектептің асханасынан түскі ас ішуге шақырам. Кім дайын? Үйге берілген тапсырма стиль. Стиль дегеніміз не? Қаладан келген мұғалімнің ауылдағы өмірі осылай өтіп жатты. Жас мұғалім де мектеп ұжымына тез бейімделіп, ауыл балаларына бойындағы бар білімін сіңіруге бар күшін салды. Күнделікті екі адамның коммуникациясы кез келген сөйлесу барысы бұл ауызекі сөйлеу стиліне жатады. Тамаша. Жер бетіндегі жалғыз сұлу сен болсаң да бәрібір қаратам сені. Өзінше болып жауап та жазбайды ғой. Тұра тұр сұлу. Серік, өзіңмен өзің сөйлесіп жынды болайын дегенсің бе? Не болды? Не жағдай? Қанат жай.
бас қатыратын нәрсе емес. Баяғы Мақпал ғой. Өй, Мәжнүн. Анау емханада істейтін медбике Мақпал ма? Бір жылдан бері қарата алмай жүрсің ғой? Сені де еркек дейді ғой. Ғашық болсаң көрер ем. Жарайды, ол өз шаруаң. Не ғой? Біздің ауылға бір қонақ жігіт келіпті. Тамырынан басып әңгімеге тартпадық па? Кешке кездесуім бар. Қолым бос емес. Серік, Мақпал сенің басыңды айналдырып тастапты ғой. Қош болды Қанат. Мақпал жанды Серік. Бауырым, темекің бар ма? Темекі шекпеймін. Тоқта. Мен сенен темекі шегесің ба жоқ па деп сұрадым ба не? Ал жоқ, басқа сұрағың бар ма? Шаршап тұрмын, үйге баруым керек. Мынауың кәдімгідей кісі ғой. Бізді адам құрлы санап тұрған жоқ. Мазамды алмашы. Басқа пәле тілден, күшік. Кеттік жігіттер, полиция келмей кетейік. Мен қайдамын? Сіз емханадасыз. Кім әкелді? Қалай келдім? Сіз кімсіз? Есімі Мақпал. Осы емхананың медбикесімін. Сізді ауыл балалар жеткізді. Түбі сұрағыңыз неткен көп еді, сізге демалу керек. Ауыл балалар дейсіз бе? Ұят-ай. Қозғалмаңыз, сізге тұруға болмайды. Мектепке баруым керек. Еркебұлан, айтпақшы учаскелік полиция келіп кетті. Бірнеше сұрағы бар сияқты. Ал, мен кеттім. Мақпал, менің атымды қайдан білесіз? Өтініш, одан ешқандай романтика іздеудің қажеті жоқ. Жеке куәлікте бәрі жазылған. Демалыңыз. Мына қыздың пысығын-ай. Мақпал, телефонын неге көтермейсің? Жауап беру қиын ба не? Серік, тағы да қайталап айтам. Мен сені жақсы көрмеймін. Мазаламашы мен. Солайды. Мен саған бәрібір тыныштық бермеймін. Біреуің бар ма не? Кім ол? Көрсетем мен оған. Ол менің өмірім. Араласушы болма. Сау бол. Жанар, Еркебұланды ауылдың балалары соққыға жығыпты. Сабағын басқа мұғалімдермен алмастыр, емделіп шыққан соң жұмысына кірісер. Жарай ма? Әрине болады Бегерланұлы. Ол да сөз бапа, алаңдамаңыз. Жақсы. Директор қызық. Келмей жатып болды. Басында алмау керек еді. Басқа сазда енді осының артынан жүреміз керек пе? Жалқау. Оны былай қалдырмаспын. Кіріңіз. Қалайсыз? Жақсы, рахмет. Мен сержант Мереке Досжан, осы ауылдың полицейімін. Қандай шаруамен жүрсіз? Ауыл әкімі Базарбай Асқарұлын танитын шығарсыз. Сол кісі жіберді. Мәссаған, әкімді естіген бе? Енді кішкентай ауылда сыбыс жерде жата ма? Қаладан келген мұғалімді соққыға жыққандар заң алдында жауап беруі тиіс.
Сіз одан да арыз жазыңыз. Олардың кесін кейіп есіңізде ме? Есімде жоқ. Жігіттің басынан не келіп не кетпейді. Жөнсіз сөйлеген өзімнің де обалым жоқ. Артық әңгімені қайтеміз, сержант жолдас. Керек емес. Жарайды, дегеніңіз болсын. Бұйымтайыңыз болса хабарласыңыз. Жақсы сау болыңыз. Рахмет. Не істеп жатырсыз? Қозғалмаңыз. Мен емханада жату үшін келген жоқпын. Оқушыларым күтіп қалдық. Жарайды, өзіңіз біліңіз. Бірақ кейін маған ренжіп жүрмеңіз. Сіздей сұлуға ақымақтар ғана өкпелейді. Бірақ мен емес. Көп ашулана бермеңіз. Өмір қысқа. Емханада жатып данышпан болайын депсіз ғой. Философ болмай тұрғанда мектепке барғаныңыз да жөн шығар. Оу, Мақпалжан, серігіңді сүйдің бе? Қанат қалжың ғой, онсыздан мазам болмай тұр. Серік, суға түскен балапандай түріңне әбіржіп кетті ғой. Тыныштық па? Қайдан тыныштық болсын? Бекітілген нормадан кешігіп келеміз. Бүгін 10 мың кіріп шығаруымыз керек болған. Жоспар орындалмай жатыр. Тапсырыс берушілер 1-2 күнде келеді дейді. Біз әлі дайын емеспіз. Махаббатпен жұмыс ешқашан бірікпейді. Біреуін тастау керек. Әйтпесе дағдарыс. Не деп тұрсың сен? Серік, не болды үндемеген сайын? О, күш, ұстама мен, енді сен қалып ең. Мұрныңды бет қылам қазір. Саламатсыздар ма? Отырыңыздар. Түгелсіздер ме? Сандыбаев Асылбек. Мен. Тәжіғалиев Жақсылық. Мен. Үй тапсырмасы менің ауылым тақырыбында шығарма жазу. Дайындалған шығарсыздар? Кәне, кім оқиды? Баста. Менің ауылым мен үшін әлемдегі ең керемет ауылдардың бірі. Табиғаты тамаша, өте әдемі, ағаштары көп. Ауыл маңында үлкен көлшік бар. Ауылымның әсем жерлері көп. Әдемі ғимараттар, спорт үйірмелері, балабақша, мешіт, спорт комплекстері орналасқан. Мен ауылымды өте қатты жақсы көремін. Тамаша, маған ұнады. Сіздерге ше? Жалғастырамыз. Ал кәне, кім оқиды? Еркебұлан сабақ бергелі алғашқыдай емес. Мектеп оқушыларының да ой өзгеріп, оқуға деген ынтасы арта түскен. Оны ұстаз да байқады, оны оқушылар да түсінген. Жас мұғалімнің бұл алғашқы жеңісі еді. Солай ғой. Кім жалғастырады? Оқимыз. Әсия Темірқыз, тыңдап тұрмын. Иә, осында емделушілер күтіп отыр. Мен түскі үзілісті пайдаланып кітапханаға барып келейін деп едім. Жақсы, қазір барам. Әй, Мақпалжан. Жұмыс кезінде сезімге беріліп сен де. Ұмытуым керек. Сәлем. Сәлем. Емханада емес, осы жерде жүздесеміз деп кім ойлаған? Қалыңыз қалай? Біздің ауылға үйренген шығарсыз? Бір қалыпты. Ауылдың көрікті жерлерін аралап үлгермедім. Онда таныстырайын. Мынау қыстапана, жазда сая болатын біздің кішкене ғана саябағымыз. Кірмеңіз. Ал мынау мәдениет үйі.
Бірақ соңғы уақытта мерекелік кештер мүлдем өткізілмейді. Бірдеңе жасау керек. Не дейсіз? Жоқ, сізге емес. Әсия Темірқызы тыңдап тұрмын. Мен саған ұмытып кетіппін ғой, ренжімеңші, қазір 5 минутта боламын. Қаладан келген қонақ пысық, ауылдың сұлуын айналдырып алыпты. Ренжімеңші, Еркебұлан. Жұмысқа кетуім керек. Жарайды, түсінем. Жолыңыздан қалмаңыз. Бірақ міндетті түрде қыдыртам. Уәдем, уәде. Серік. Аузың ашылып жүргенде жем болдың боқ мұрынға. Қап бәлем. Енді не істер екенсің? Келесі жаттығу, екі қолды бүйірге таянып, бастарыңды оң айналдырасыңдар, көздерің жұмулы болсын. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Спорт секторы, менің орныма келіп жаттығу жалғастыр. Қазір келем. Ана Еркебұланды тайрандатпай, бұл жерден кетіру керек. Кетсін қаласына, жүйкеме тиіп бітті. Айтпа, жап-жас бол бізді басқарғысы келеді. Жақында оқушыларға ақша берді. Ол шпион. Сенуге болмайды. Қош, рас па? Рас. Білгем, жүрегім сезген. Ай, осының жүрісі тегін емес. Директорға айту керек. Жарайды, сен сабағыңды өте бір. Еркебұлан, келе ғой. Қандай шаруамен жүрсің? Болат Бекірланұлы, сізге бір өтінішпен келгем. Жаңа мәдениет үйінде болдым. Оқушылардың сабақтан тыс мәдени шараларға белсенділігін арттыру үшін концерт ұйымдастырсақ қайтеді. Концерт дейсің бе? Сабаққа кедергісіз тиіп жүрмейін бе? Жалғыз өзің үлгересің бе? Сабаққа зиян тимейді, жалғыз емеспін. Оқушыларым бар. Тек сіз рұқсат етсеңіз жеткілікті. Мен дайынмын. Көрейік. Сонда қандай шара түсіңкіремей тұрғаным? Өнер жарысы. Мектептің ең үздік өнерпаздарын анықтаймыз. Тақырыбында ойлап қойдым. Халайық дарындарды іздейміз. Жарайды, кірісіңдер. Бірақ сабақты естен шығармаңдар. Оқу бірінші, өнер өзіміз үшін. Сізді құрметті қонақ ретінде асыға күтеміз. Рахмет сізге. Жақсы. Мейіржан, шарды оңға қарай әл. Әлше, не қарап тұрсың, көмектес. Асылбек, осылай шығасың. Өлеңді оқыш. Сені көрсем толқи берер от кеуде, кетпеш тек басқа арман жоқ менде. Асылбек, мәнерлеп оқы. Тағы бір мәрте көрейік. Сені көрсем толқи берер от кеуде, кетпеш тек басқа арман жоқ менде. Сені көрсем толқиды жан сарайын, сүйгеннен соң қалайша аңсамайын. Сені көрсем жүрегім дүрсілдейді, бәрі құрбан сен үшін күрсінмейді. Дұрыс. Махаббат сенің не теңің? Одан да сабағыңды жөндеп оқысайшы. Жанар апай, не болып қалды? Жап-жақсы өлең, жүрекке жеткізіп оқыды. Онда тұрған не бар? Мен бұл мектепке сенен бұрын келгем. 20 жыл мұғалімін. Өлең оқығанша сабағын оқысын. Бар ғой басқалар. Жарысқа қатысып жүрген оқушыларды неге алмайсың? Білем, балалардың бәрі талантты. Талантсыз адам болмайды, өз орнын таппайтын адам болады. Басқаға да мүмкіндік беруіміз керек қой. Сен бала қасарыспай сөзді тыңда. Мектептің белсенділер ғана қатыссын. Әйтпесе жарыс өтпейді. Өтеді, өткіземіз. Айтқанды тыңдамасаң, менен жақсылық күтпе. Той, концерт дегенше оқуларыңды оқыңдар. Дайындықты тоқтатпаймыз, кәне тұрайық. Соңына дейін шаршамаймыз. Тағы не іздеп келдің? Бауырым, ашуыңды бас.
бір ауылдың баласы емеспіз бе? Сенімен керісу үшін келген жоқпын. Айт ендеше, жұмысым көп, бітіруім керек. Серік, сен осы жұмыс деп жүргенде қаланың пысық жігіті Мақпалды торына түсірді. Кім ол менен қорықпай Мақпалмен сөйлесіп жүрген? Бұйырған кетпес, қуған жетпес. Сабыр бауырым, сабыр. Міне, ғашықтар саябақта. Мынау кім? Қаладан келген мұғалім. Көйлек, шалбар. Ал сен жүре бер осылай шаң-шаң болып. Алып башы көрік еді басында. Сағыздай соза бермей. Мұғалім. Ісім сенімен болсын. Көрсетем саған. Сені көрсем, толқи берер от кеуде. Кетпеші тек басқа арман жоқ менде. Сені көрсем, толқиды жан сарайым. Сүйгеннен соң қалайша аңсамайын. Сені көрсем, жүрегім дүрсілдейді. Бәрі құрбан сен үшін, құрсын мейлі. Көптен күткен өнер бәйгесі де өте шықты. Келген қонақтар да, мұғалімдер де жоғары деңгейде өткен шараға дән риза. Еркебұлан ерекше толқын үстінде. Бір жағынан өнерлі оқушыларының талабы таңдай қақтырса, екіншіден Мақпалы қасында отыр. Еркебұлан, бүгінгі концерт өте жоғары деңгейде өтті. Сіз келгелі ауылда өзгеріс байқалады. Жоға, о не дегеніңіз? Керісінше мені ауыл өзгертті. Мұнда бәрі басқаша. Үйге кетуім керек. Үйде ата-анам уайымдап отырған шығар. Жарайды. Келгенің үшін рахмет. Барлық үшін рахмет. Неге рахмет айтасыз? Соншалықты не істедің? Сіз мені өзгерттіңіз. Түсінбедім. Қазір емес кейін айтам. Айтпашы, асығып жүріп телефон нөміріңізді де алмаппын. Егер қарсы болмасаңыз. Менде мынадай бір ұсыныс бар. Енді екеуміз сіз деп емес, сен деп сөйлесек. Қалай қарайсыз? Замандаспыз, құрдаспыз дегендей. Негізі замандастармен сыпайы болып сызылғанды көп ұната бермеуші. Жарайды, телефон нөмірің. 5 секунд берем. 1, 2, 3, 4, 5. Жаттадың ба? Алаңдамаңыз. Көңіл қаласа, ағаштың да жапырағын санауға болады. Тағы да сіз. Мен сіз дедім бе? Жарайды. Енді айтпай. Сен. Алаңдама. Үйге кету керек. Тездетейік. Жүріңіз. Еркебұлан, сенің үстіңнен 3 арыз түсті. Не мынау? Түсінбедім. Қалайша? Соны мен сенен сұрайын деп тұрмын. Оқушыларға ақша таратқансың. Не әдет? Концерт деп оқушылар сабаққа қатыспаған. Не бассыздық бұл? Басында жақтырмаған, алып тастау керек. Педагог деген атқа кір келтірмей шығару жұмыстан. Болат Бегірланұлы, оның бір жала. Мен ешкімге ақша берген жоқпын. Оқушыларды сабақтан соң түскі асқа шақырдым. Ешкім сабақтан қалған жоқ. Концертті кеше көрдіңіздер. Еркебұлан, ақталма. Сөз қайтарады дейді ұжым. Неге тыңдамайсың? Түсінсем бұйырмасын. Өз ойымды қорғағаным үшін кінәлімін бе? Қырсықпай тыңда ұстаздарды. Үлкендерді сыйлау деген қайда? Жоқ, қателесіп тұрсыздар. Жарайды, кетсем кетейін. Қаладан да жұмыс табылар. Сау болыңыздар. Еркебұлан, тоқта дейді. Кетсе кетсін, ұстамаңыз.